Иса шынымен де осыларды айтқанын және жасағанын қайдан білуге болады? Менің пайымдау тізбегімнің біріншісі мынау. Мәтін өз көзімен көрген, барлығын өз құлағымен естіген, қолымен ұстап көрген куәгерлер арқылы жазылған. Өкімет Мориске қарсы ісінде сот Рафин былай деп мәлімдеді. Барлық соттың істі қараулары мен процедуралары қандай да бір куәгерлердің сеніміне негізделеді. Тарихи тұрғыдан қарағанда ең жақсы куәлік бұл көзбен көрген куәгерлердің куәлігі болып табылады. Алайда бұл жерде бір түйін туындайды. Адам бір нәрсені дұрыс түсінбеуі мүмкін, сондықтан да бірнеше куәгерлердің куәліктері болғаны жақсы. Елшілердің істері кітабының бірінші тарауы 1-3 аяттарында Иса айқышқа шегеленіп, өлтіріліп және қабірге жерленгеннен кейін не болғаны және 3-ші күні не болғаны жайлы елшілер өз сөздерімен айтып береді. Иса айқышқа шегеленіп, өлтіріліп және қабірге жерленгеннен кейін не болғаны және 3-ші күні не болғаны жайлы елшілер өз сөздерімен айтып береді. Иса Мәсіхтің өліп тірілгені туралы елшілердің көптеген сенімді дәлелдер жайлы айтқаны туралы ойланыңыздар. Әрі қарай былай делінген: 40 күн бойы ол елшілеріне көрініп, жоқ, 40 сағат, 4 күн емес, ал 40 күн бойы көптеген сенімді дәлелдер арқылы деп олар жазғандай, ол оларға көрінді. Яғни грек тілінен аударғанда оның өлімнен тірілгеніне шүбәсіз дәлелдер бар. Елшілер өз көзімен көрген куәгерлер ретінде жазған. Бүкіл елшілердің істері кітабынан біз олардың куәліктерінің негізінде қалай қауымның құралғанын көреміз. Мысалы, Петрдің 2-ші хаты 1-ші тарау 16-шы аятта былай делінген: Қулықпен қиыстырылған аңыз ертегілерге сүйенген жоқпыз. Қазіргі күнде былай дейді: көне замандағы адамдарға сенуге болмайды, өйткені олар шындықты аңыз әңгімеден, деректі қиялдан ажырата білмегенін түсініңіздер. Кез келген заманауи университеттің профессорын Паул, Петр немесе басқа елшілердің біреуімен көзбе-көз беттестіргім келеді. Қазіргі күннің өзінде Да Винчи коды деректерге негізделгендігін мойындайтын профессорлар көп. Ол былай дейді: қулықпен қиыстырылған аңыз ертегілерге сүйенген жоқпыз. Басқа сөзбен айтқанда, біз ақиқат пен аңыз әңгіменің арасындағы айырмашылықты білеміз. Ол былай деді: біз сендерге иеміз Иса Мәсіхтің зор құдіретпен қайта оралуы туралы білдіргенде, қулық пен қиыстырылған аңыз ертегілерге сүйенген жоқпыз. Керісінше, біз иеміздің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген куәгерлер болған едік. Иеміздің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген куәгерлер болған едік. Қай-қайдағы біреулер емес, өз көзімізбен көрген куәгерлер. Олар өз көзімен көрген куәгерлер ретінде жазған. Ал өз көзімен көрген куәгерлердің куәлігі адамға немесе оқиғаға қатысты куәліктің ең сенімдісі болып табылады.